мына жерде бірінші не атнет мына садақа жәшігіне байланысты өткен жоқ. Талғат бауырымыз, Талғат ағамыз айтқан болатын. Сонымен соны істеттік енді. Жалпы несі енді жаңа айтып отырмын ғой, QR шығарса мына жерге қойып береміз. Сосын мына жерде қаражат салатын, мына жерде бірнеше бума 10 мыңдықтардың өзі 150 мың теңге сияды спокойно. Содай жаппас өзі, жаппастар енді дәулетті ру ғой енді. Мырқағажы, өзім мен білетін Мырқағажы, Мырқайдар, ол Құнанбайға да көмектескен, сондай өте дәулетті адам. Солай емес па? Сонымен енді кейін салып жатырмыз. Міне. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алғашқы садақ. Мырқаға атамыз кезінде қазақтарды ойлап, біздерді ойлап, атала бабаларымызды ойлап, соларға арнап жаңағы қонақ үй салам деген. Енді өзінің немере, шүбере, осы қазақ бауырлары сол атамыздың сол кездегі еңбегін бағалап, Құдайға шүкір, бүкіл жаппас ру қазақ болып, осындай жақсы Мырқа атамызға мешіттің Құдай қаласа 23-не салтанатты дейді. Жігіттер бүгін сіздерге Қазалыдан Ралан бастаған бүкіл жігіт, 15 жігіт келіп, өздері газелдерімен, өздерінің тамақтарымен осы жерге келіп көмектесіп жатыр. Алла разы болсын. Сіздерге ақ жол. Бүгін қараңыздар, садақа яшігі деп біздің жаппастардың QR-ы, Мырқа ата мешіті деп логотипімен бәрін әкеліп жатыр. Алла тағала осы садақаға іші толып, сол садақалардың бәрі Алланың құлағына шалынып, қабыл бола берсін. Осындай аталарымыздың жолын беріп, бай қуатты болайық, ел жұртымыз аман болсын. Мына біздің атымызда, енді өзім атынан, әке шешем атынан берген садақа, Құдай қаласа, бұл ырымы, Құдай қаласа, яшігіміздің ырымы болсын. Осындай 10 мыңдықтар, доллар, евро түсе берсін. Сол түскен осы қаражатты біздің балаларымызға, жақсылыққа, қайырымдылыққа, жақсы қайырымдылыққа, оқуға, сондай жақсылықтарға жұмсайтын болайық. Алла тағала жақсы күндеріміз көп болсын. Әумин. Ертең мына 10 мыңдықта симай тұрсын, мұнаны ашсаңдашы, алсаңдашы, симай жатыр ғой дейтіндей болсын. Сондай күнге жетейік, Құдай қаласа. Әумин, керемет, Алла ризалық үшін. Біз қазір, Руслан, сосын аспа. Үйі мешітімізге осы қайырымдылыққа саламыз, иншалла. Осы мешітіміздің гүлденуіне, мешітіміздің жақсы жұмыс жасауына үлесімізді қосайық баршамыз. Алла разы болсын. Әумин, айтқандарыңыз келсін. Әумин. Мен де қазір бауырларымызбен бірге міне бізде салайық, Алла разылығы үшін. Ағаларымыз бастап берді ғой. Біз жалғастырайық жастар. Міне. Аллах қабыл етсін шын ниетімізді. Мінекей керемет. Құтты болсындар. Мына жас Ағаларымызды қоштап салайық біздер. Рауан бауырымыз жасап кетіп берді. Алла разы болсын. Әумин. Қазалықтар ғой жасалып жатқан. Айбек деген бауыр. Қолына келгенше мынаны салайын. Мына не деген байлар. Осындай болып қалған. Қолына келгенше. Сіздің қолыңыздан келсе миллиард саласыз, Құдай. Алла берді сайы. Все, оң болсын.